Атаңа не істесең, алдыңа келеді. Жақында ауылдағы інім қоңырау шалды. Екеуміз амандық-саулық сұрасып, біраз сөйлестік. Ағайын туыс көз көргеннің бәрін түгендеп жатырмыз. Кенет інім біраз жыл бұрын әкесін ауылда жалғыз тастап кеткен бір ағамыздың елге оралғанын айтып қалды. Қалайша деп таң қалып жатырмын. Інім атаңа не істесең алдыңа сол келеді деген рас екен ғой деді. Нені меңзегенін түсінбей қайта сұрадым. Інім ағайынымыздың оқиғасын баяндауға кірісті. Ағайымыз бір үйдің жалғыз ұлы болатын. Алдындағы 5 әпкесін қыз ғой ертең күйеуге кетіп қалады деп әке-шешесі осы ұлға барын берген. Жоғары оқу орнына да оқытты. Оны бітірмей жатып өзімен бірге оқитын қызға үйлендіріп қаладан үй, машина әперді. Кейін оқу бітіргендерінде ауылда жұмыс жоқ деп қалада қалуларына рұқсат берді. Онымен қоймай ай сайын зейнетақыларын беріп тұратын. Сөйтіп жүргенде апамыз қайтыс болып, атамыз жалғыз қалды. Жалғыз өзім шошайып не істеймін деп, атамыз кемпірінің жылын өткізгесін қолындағы бар малын сатып, ақшасын ұлына берген. Үйін де сатуға қойып, өтсе кетемін деп дайындалып жүретін. Бір күні ұлы жалғыз өзі көлігімен түнделетіп келді. Үй жақтарынан әкесі екеуінің айқайласқан дауыстары естілді. Олардың дауыстарын естіген ағайын туыс пен көрші-қолаң жетті асығыс. Сөйтсе ұлы әкесіне: "Қалада не бар? Үйреніп қалған жеріңде отыра бермейсің бе? Менің әйелім жұмыс істейді. Сенің ас-суыңды дайындап беретін уақыты жоқ" депті. Бұған күйіп кеткен қария: "Жалғызым деп бетіңнен қақпай өсіргенімде көрсеткен рақатың осы ма? Шешең болса да кетті, бір қызығыңды көре алмай. Менің де қанша ғұмырым қалды дейсің? Қалған өлшеулі сағаттарымды қолыңда немерелерімнің арасында өткізейін десе ұлы көнбейді" дейді. "Уақытымыз жоқ саған қарайтын" деп. Қарияның сөзін сөйлеген ауылдың үлкендері де оған сөзін өткізе алмапты. Ашуланған ол ешкімді тыңдамай, көлігінің жылдамдығын асырып, түн ішінде шаңқытып кетіп қалып, сол күйі оралмаған. Қария болса жетім баланың күйін кешіп, жалғыз өзі ауылда қалды. Ауыл адамдары ол кісіні кезектесіп, үйлеріне шақырып, тамақтандыратын. Қыздары кезегімен келіп, кір-пірін жуып, тамақтарын дайындап кетеді. Қолымызға кел десе, өлігім өз үйімнен шықсын деп бармады. Жылдар өтіп жатты. Қарияның көзі көруден қалып, үйден мүлдем шықпайтын болды. Қолына шақыра алмастан, үлкен қызы өз үйленген ұлы мен келінін әкесінің қолына берді. Жас болса да келін ақылды екен, атасын жас баладай мәпелеп қарап отырған. Ал жалғыз ұлын әйелінен ажырасып, басқа әйелге үйленіпті деп естідік. Одан кейін екіншісінен де ажырасып, үшіншісіне, онысы тумапты, тумаса да сонымен қалыпты деп әңгіме қылатын жұрт. Ол әйелінің артынан еріп келген ұлы бар екен. Ағамыздың табысы жақсы болатын. Үшінші әйелін де үйлі етіпті. Өгей деместен ұлын үйлендіріп, тойын жасап беріпті. Үйленіп, жақсы жұмысқа тұрып алғасын, сол ұл: "Сен менің әкем емессің, үйімізден шық" деп қуып жіберіпті. Алғашқы әйелінен туған балаларға барса, олар: "Сіз бізді тастап кеткенсіз" деп жолатпапты. Өз қателігін сонда ғана түсінген ағайымыз әкесіне келіп, өкіріп жылап кешірім сұрапты дейді. Қанша дегенмен әкесі емес пе? 90-ға кеп қалған атамыз 60-қа таяғанда ақылы кірген ұлын кешіріп, зейнетақысынан өлсем жаназама жұмсар деп тірнектеп жинаған ақшасын беріп: "Балам, мен кешірдім. Енді көзім тірісінде мына ақшаға басыңды құрап ал" деген көрінеді. Мұны естігенде қазақтың әрбір мақалы өмір елегінен өтіп барып айтылған екен ғой деп таң қалдым. Атаңа істегенің алдыңа келеді деп қалай дәл айтылғанын десеңізші.